қарапайым ғана пластик қақпақпын. Бір кездері бөтелкенің үстінде тұрдым. Пайдаланылған соң мені ешкім керек етпейтіндей көрінді. Табиғатқа тасталсам, жүздеген жыл бойы жойылмай жататын едім. Бірақ менің жолым болды. Мені кішкентай бүлдіршіндердің мейірімді қолдары тауып алды. Аягөз қалалық номер 1 бөбекжай балабақшасының бүлдіршіндері мен ата-аналары эко-қадам жобасына белсене қатысты. Бір ай бойы әр отбасы табиғатты қорғауға өз үлесін қосты. Әр қақпақ арқылы балалар түстерді таныды, санауды үйренді, табиғатты аялауды түсінді. Ең бастысы, бала ата-ананың жанында еңбек етті, бірге ойлады, бірге жасады, бірге қуанды. Бір кездері қоқысқа айналуы мүмкін болған қақпақтар ұлттық құндылықпен үндесті. Қазақтың қасиетті қошқар мүйіз оюы түрлі түсті қақпақтар арқылы қайта жаңғырды. Бұл жай ғана үстел емес, бұл балалардың арманы, ата-аналардың еңбегі және табиғатқа деген құрметтің белгісі. Табиғаттың тағы бір сыйы тас. Көпшілік үшін қарапайым ғана тас болса, бүлдіршіндер үшін ол шығармашылық әлемнің бастауы болды. Балалардың қиялы мен ата-аналардың қолдауы арқасында тастар гүлсауытқа айналды. Сол күні балалар тек гүл отырғызған жоқ, олар табиғатқа деген сүйіспеншіліктің дәнін екті. Біз балаларға табиғатты сөзбен емес, іспен сүюді үйреттік. Бізге бұл жоба өте қатты ұнады. Баламызбен бірге пайдалы іс атқарып, табиғатты қорғауымызға үлкен іс атқардық. Дәл осындай іс-шаралар отбасы мен балабақша арасын тығыз жақындастырады. Табиғатты қорғайық. Балаларға үлгі болайық. Біз қақпақ жинадық, біз үстел жасадық, біз тастарды боядық. Бүгінгі қақпақ ертеңгі өнер туындысы. Бүгінгі тас ертеңгі гүл мекені. Бала тәрбиесіндегі ең үлкен күш отбасы мен балабақшаның бірлігі. Эко-қадам бұл қақпақтың екінші өмірі ғана емес, бұл табиғатты сүйетін жаңа ұрпақтың алғашқы қадамы.